Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын май самса дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан шығады. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шықты. Бізге ең алдымен 250 грамм ұн қажет. Ұнымызды електен өткізіп, бір ыдысқа салып алатын боламыз. Осылай ортасын кішкене ғана ашып, сұйық күнбағыс майын құятын боламыз. Енді міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су қажет. Тұзымызды салып, осылай ертіп алатын боламыз, жақсылап араластырып. Енді суымызды аз-аздан құйып, видеода көрсетілгендей вилкамен осылай араластырып тұрасыздар. Суды аз-аздан құю қажет осылай. Енді барлық суды құйып, кішкене осылай араластырып болғаннан кейін қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлығын осылай толықта араластырып, қамырымызды біріктіріп алатын боламыз. Қамырымызды енді кішкене ұйуы қанғанша қойып қоятын боламыз. Бізде осындай жұмсақ, әдемі тесто шықты. Осылай кішкене басып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіне салатын салмасына картоп осылай суға қайнатып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Қамырымыз дайын болған екен, осылай жұқа етіп жайып шығасыздар. Өте жұқа болуы қажет. Осылай жайып, немесе қамырды кішкене аз-аздан бөліп жаюға да болады. Көп ұн сеудің қажеті жоқ. Осылай кішкене сеуіп, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын. Осылай бөліп, барлығын бір формаға келтіріп, бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Біздің картопымыз пісті. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосатын боламыз. Фаршыттан да жасасаңыздар болады. Пияз қосып, мен тек қана картоптан жасадым. Осылай ішіне салмасын салып, вилкамен жақсылап шеттерін басып шығатын боламыз. Сонда іші ашылып кетпей, салмасы төгілмей өте әдемі болып піседі. Барлығын осы видеода көрсетілген етіп жасап шығасыздар. Осылай өте әдемі болып шықты. Енді майымызды құйып, қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Осылай шет жағы қызарғанда екінші бетіне аударатын боламыз. Өте тез піседі, өйткені біздің қамырымыз өте жұқа. Осылай көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Мен үйге болғасын осылай формасын жай ғана осылай есептемей кесе салдым. Егер сіздер қонаққа немесе заказға болса, грамдап барлығын бірдей етіп жасасаңыздар болады. Біздің чебурекиларымыз дайын. Өте дәмді, әдемі болып шықты. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді